бүгін мен сіздерге өзімнің жеке күнделігім туралы видео түсіретін боламын. Точнее, бүгін обзор болмайды, жай ғана ол туралы айтып беретін боламын, потому что бұл менің жаңа күнделігім. Ішінде 2-ақ страница оформлять еткем, точнее жазылған. Сондықтан да көп нәрсе айта алмаймын. Бұл көріп тұрғандарыңыздай күнделікті мен бір ай бұрын алдым, если өзім қателеспесем. Қараңыздаршы қандай әдемі, өте прям күшті көрінетін секілді. Балдежный. Я не знаю, қалай сіздерге айтуға болады. Страницалары өте әдемі, әрқайсысы әртүрлі, прям күшті ішіндегісінің бәрі. Қазір мен сізге оформлениясын көрсетпеймін, потому что бұл оформлениясы туралы бөлек видео болады. Жеке күнделік, смешбук деген нәрселерді мен 5-ші сыныпта ол туралы білдім. Точнее, интернеттен көріп бастадым. Бізге үйге 5-ші сыныпта үйге Wi-Fi қосты. Сол кезде компьютерден, ютубтан енді кіресің, ішін ақтарасың, анан көресің, мынаны көресің, не қызық бар екен. И бір кезде мен бір видеоға көріп қалдым. Ол видео маған до сих пор көрем. Осы видео, вот көріңіздер. Өте күшті видео, маған не знаю, мотивация берді сол кезде. И сол кезде мен уже смешбук істеуді бастадым. Ол кезде менің 6 смешбугым болды, по-моему, 5-6 класста. Или 5-ші класста, по-моему, 6 смешбук болды менде. Қазір бәрі мусорда или өртеніп вообще жоқ болып кеткен шығар, потому что менің мамам бұндай нәрселерді ұнатпайды. Менің ондай қағазбен қиып жасаған нәрселерім мүлдем ұнамайтын еді, сондықтан да мусорға тастап жіберді, по-моему, бәрін. Вот солай. И 5-ші сыныптан кейін 6-ші сыныпта мен уже жеке күнделік бастауды, ежедневник там, сондай нәрселерге личный дневник дейді ғой, сондай нәрсеге қызыға бастадым. Уже более такой серьезный, уже ол жақта тек қана клеить етпейсің, и жазасың, и саласың, короче, барлығы болды. 6-ші сыныпта сон бастадым. Менде күнделіктерім әлі осы жерде, иде тұр. Ол туралы менің каналымда видео бар, мен барлық күнделігім туралы, по-моему, каналыма кіріп, асты жақта көрсеңіздер болады. Тоже қазақша түсірген, по-моему, ол туралы видеоны. И вот осы 9-ші, 10-ші сыныпта мен уже күнделік жүргізбей қойдым. 7-ші, 8-ші сыныпта менде болды. 9-ші сыныпта, вот и 10 осы жылы мен уже 9-ші сыныпта мүлдем бастаған жоқпын, ештеңе істеген жоқпын, потому что қызықтырмады ма, не знаю, уже істегім келмеді ма, ештеңе болмады. Вот осы жылы қайттан бастағым келіп жүр. И осы нені сатып алдым, күнделікті. 2000 теңгеге сатып алдым. 1500-ге сатып алдым. Осыны и тағы біреуін алғам, ол қымбатырақ болды. Оны мен сестренкама сыйладым. Өте әдемі, қараңыздаршы. Интернет-магазиннен заказ бердім. И өкінбеймін. Басында бір ай тұрды, менде не жазарымды, не істерім білмедім, потому что құртуға қимадым. Бұл күнделікті бастар алдында мен көп видео көріп шықтым. Қалай бастау керек, ежедневникті, не жазуға болады, қалай оформление істеуге болады, как более серьезно надо подходить к оформлению, там, как не забросить деген нәрселер сияқты барлығын көріп шықтым. Потому что мен уже не только как личный дневник, там, біресе жазуға только емес, и планировкаға не істегім келеді, мақсаттарым туралы жазғым келді. Осындай, мысалы, көріп тұрған шығарсыздар, мысалы, апталық нем. Осылай уже жүргізгім келеді, бірақ та сурет салып, наклейка клеить деген тоже ұмытпаймын, тоже бастаймын, уже базарға барып наклейка, там, декоративный скотч деген нәрселер алу керек, потому что менде барлық бітіп қалған, ештеңе уже жоқ, потому что бір жыл ештеңе істеген жоқпын, сондықтан бәрі бітіп таусылып қалған, жаңадан бәрін алу керек. Вот. Оны сатып алуға барған кезде блог тоже түсіремін, каналда уже шығатын шығар, может шықпаған шығар, может енді шығады, сондықтан да көріңіздер оны да. Вот. Егер сіз бұл видеоны көрсеңіз, сіздің де точно ежедневнигіңіз, күнделігіңіз, смешбугіңіз бар шығар. Сондықтан да міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, потому что бұл туралы видео каналда өте көп болады.
потому что, не знаю, басында менің каналымның аты Аида Элда. Элда деген ол личный дневник болып расшифровка жасайды. Вообще каналды мен осыларды түсіру үшін ашқанын. Басында шынымды айтсам, мен армандайтын, менде штатив болғанын қалайтын, менде осындай лампа туралы вообще білмеймін ол кезде. Менің комнатамда просто хороший свет болғанын қалайтын, потому что менің комнатам түнде мүлдем освещениесі жоқ. И мен мүлдем түсіре алмайтын, видео түсірсем күндіз түсірем, немесе фонарик қойып түсіретін. Өте қатты штатив алғым келетін. Вот видео түсіріп бастаған кезде мен блокноттарымды қалай түсіретін білмеймін, потому что бір қолымда камераны ұстап тұрсаң, мысалы, сен екінші қолмен ашуың керек, не істеуің керек. А мен ютубта видеолар көремін, ол қыздар уже екі қолдармен түседі, оларда штатив бар, прям күшті көрінеді. Барлығы менде армандайтын, видео канал арқында, менде штативім болса екен ғой, күшті болатын еді, видео жақсы түсіретін едім, қоятын жерім болатын еді, ежедневник туралы көп видео түсіретін едім деп армандайтын едім. Штатив менде қазір бар, менде бір емес екі штатив бар, вот кольцевой лампа бар, барлығы бар, но уже видео түсірмей жатырмын ол туралы. Өзіме сол үшін айтам, сен сол кезде армандайтын ең ғой, сен осындай нәрселерің болса екен деп, осындай нелерің болса екен деп. Ой, енді видео түсірмейсің. Сен қазір барлық нәрсең бар, бірақ видео түсірмейсің, не үшін деймін. Сондықтан да енді видео көп түсіруге тырысатын боламын. Міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Барлықтарыңызға рахмет. Сіздерді жақсы көремін. Комментарияға өзіңіздің ойларыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Пока-пока.